Абай мұрасы тәрбие құралы. Ұлы Абайдың құдіретті поэзиясы, мәні терең қара сөздері, әуезді әндері, жалпы Абай ілімі біз үшін таптырмайтын тәрбие көзі. Оқыған сайын оқи түскің келетін ойларынан, өмірдің күрделі сұрақтарына жауап тапқандай боламыз. Ал бүгінгі күнгі тәрбиенің бағыттары рухани адамгершілік, ақыл-ой, экономикалық, экологиялық, эстетикалық және дене шынықтыру құқықтық тәрбие бағытындағы түйінді ойлар Абай шығармасымен астасып келеді. Өйткені Абай мұрасы таптырмайтын тәрбие құралы. Абай халқымыздың ұлы ұстазы, тәлімгер педагогы. Оның өлеңдері мен қара сөздерінің ең басты объектісі адам. Басты мақсаты адам тәрбиесі. Адам болғанда өз үшін емес, қоғам үшін, адам үшін еңбек ететін, ақыл, қайрат, нұрлы жүректі тең ұстайтын, жан-жақты жетілген адам. Абайша айтқанда толық адам. Абай шығармасы шәкірттің рухани толысуы мен танымдық шығармашылығын қалыптастыруда жүгі ауыр, ықпалды құралдардың бірі. Өйткені мұнда баланың адами мәдени болмысын дамытуға, ой көркемдігі мен ой ұшқырлығына, тіл тазалығы мен тіл көркемдігіне ерекше мән беріледі. Яғни баланың жанын нұрландыратын бірден бір құрал. Абай шығармаларында адам баласының бойындағы әділеттілік, мейірімділік, рахымдылық, жомарттық тәрізді адамгершілік қасиеттерді басты орынға қояды. Толық адам тәрбиелеуде Абай жастарды оқу білімге шақыра отырып, білімді де жан-жақты, саналы, ақылды, жүрегі ізгі қасиеттерге толы болуын қалайды. Абай сомдаған толық адам немесе жүрек тәрбиесі қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық тәрбие ойлары мен халық даналығынан бастау алған. Абайдың 38-ші қара сөзінде, егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал деген. Бұл дегеніміз бүгінгі тәрбиенің ажырамас бөлігі. Яғни, адам күнделікті ісіне рефлексия жасап, есеп беріп отыру қажеттігі бүгінгі таңда аса қажет. Өзіне өзі есеп беру арқылы оқушы, студент өзін тануға, бағалауға, түсінуге мүмкіндік алады. Халықта балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле деген нақыл бар. Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те осы Абай шығармасымен қалыптасып, шын ықылас пейілімен баланың көкірегінде орын тебеді. Ұстаздың да, ата-ананың да баласына қоятын ең басты талап тілектері баланың әдепті бала болып өсуі. Сонымен қатар ұлтына, халқына адал қызмет ету басты міндет. Абайдың бір дәурен кемді күнгі бозбалалық өлеңінде басында әк айтпаса ақыл жарлық, ағайын табылмаса ой саларлық, қалжың басып өткізген қайран дәурен түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық деп, бүкіл шаңырақтың тірегі әкенің ұрпақ тәрбиесіндегі орнын даралап көрсетеді. Сондай-ақ тәрбиеге ықпал етер туған туыстың да міндетін көрсетеді. Ағалы інілердің, апалы қарындастардың бірін-бірі тәрбиелеуде сыйластық орындарын айқындайды. Қазақта алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді деген сөз бар. Жанұядағы үлкендердің таңдаған жолы дұрыс болса, өзінен кейінгі бауыр қарындастар да сол жермен жүріп кетеді. Жақсы тәрбие жайлы жанұяда қалыптасады. Балаларға ұлтымыздың әдет-ғұрыптары мен салт дәстүрін, оның сәбилік шағынан бойына сіңіріп, бойына ұялату, сол арқылы ізгілікке, адамгершілікке тәрбиелеу қоғамның басты мәселесі. Бұл туралы ойшыл Абай балаға мінез 3 алуан адамнан жұғады. Біріншісі ата-анасынан, екінші ұстазынан, үшінші құрбысынан деген екен. Олай болса, алдымыздағы шәкірттеріміз тәрбиялар, біздің де бойымызда ұлттық рухани тағылым мол болуы қажет. Ойшыл ақын адамдар арасында адалдық пен сезім тазалығына негізделген шынайы достық пен жолдастықты жоғары бағалады. Достық бағзы заманнан бергі адамзатпен бірге жасалып келе жатқан жасампаз ұғымдардың қатарына жатады. Адал достық туралы әр заманның даналары мен ғұламалары ой қорытты. Абай парсының атақты ақыны Дауани ғұламахи достықтың табиғаты мен негізгі өлшемі жайлы айтқан пайымдауларын жүйелі тұжырымдарымен байтып, достықтың мәнін кең тұрғыдан терең түсіндіріп берді. Ерт ояндым, ойландым, жете алмадым.
етек басты көп көрдім елден бірақ деп. Өзі ескерткен заманда достық пен қастықты, әділдік пен қиянатты басына мол кешіреді. Өмір талқысы ой салған Абай, өзі қастерлеп ардақтаған достық пен жолдастықты келер ұрпаққа өсиет етіп жеткізуді борышым деп білді. Абай нағыз адал, шынайы достықтың құдіретті күшіне терең талдау жасайды. Пайда үшін біреу жолдас бүгін. Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда, мұнан менің қай жерім аяулы деп бірге тұрып қалады тым майданда. Немесе сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурете де ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп, құрбы құрдас, дос жолдас болып жүріп, көзі жоқ жерде жолдасын жамандап, кереке ететін екі жүзді залымдар сынғалады. Адал достық пен шынайы достықты амал достыққа қарама-қарсы қояды. Абайдың достық туралы пайымдаулары негізінде шындығында біз қандай доспыз? Шынайы, әділ дос бола алдық па? Деп әркім, әр адам ойланады. Абай нағыз жігіттің бойындағы адамгершілік қасиеттің болуын өзінің жігіттер ойын арзан күлкі қымбат өлеңінде бірден жігіттер деп бастап, есейіп қатарға қосылып, бозбалалы құрбылармен араласуға, жар сүюге, үй болуға жетіліп қалған жастарға арнап айтады. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, бірің сөйлет сөзін тосып, біріңді бірің ғизат, құрмет етсіз, тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып деген өлең шумағынан адам бойында табылатын парасаттылық пен адамгершілікті нұсқаса, керек іс бозбалағылаға талаптылық, әртүрлі өнер мінез жақсығылық деген өлең жолынан жас жігіттің алдында үлкен өмірлік мақсат қою қажет екендігін айқын айрықша атап өткен. Жастар арасындағы сенімді сыйластық, адал қарым-қатынас адам болмысын асқақ көрсетіп тұрады. Түрлі өнерді меңгергенде, көркем мінезді, жақсы қылықты болғанда адам өз ортасында сыйлы болады. Жас кезде адамға ең қажетті ол талаптылық. Адамда жас кезде талап болмаса, өмірінің бос кеткендігі. Абай экономикалық тәрбие туралы, ақын сауданың экономикалық прогресс жолындағы орнын аса жоғары бағалады. Ол феодалдық тұйықтықтан шығу, аймақтық өзара экономикалық байланыстарды жақсарту ісінде сауданың прогресстік қызметін атқаратын өз заманында айқын сипаттап берді. 33-ші сөзінде, егер де мал керек болса, өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген соң, қазақтардың кеселді болады. Әуелі бұл ісімді өз ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, сізден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, аяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Деп, қолөнердің қай заманда да жоғары бағаланатын, ісмерлігін дамытуға, жетілдіруге ізденістің қажеттігін айтады. Бүгінгі күнде де ең бағалы өнім, Абай айтқандай қолдан жасалған шеберлердің өнімдері. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзгеше тарихи жағдайда өмір сүрген қазақ халқында бұдан әрі бұрынғыша тіршілік етуге болмайтынын, заман талабына сай еңбек етіп, кәсіпті, сауданы меңгеру керектігінде бірінші айтқан Абай. Яғни қазақ қауымына әлеуметтік реформаны да, экономикалық реформаны да бірінші ұсынған Абай. Деп, сол кездегі Абайдың экономикалық пайымына бүгінгі тұрғыдан жоғары баға береді. Абай экологиялық тәрбие туралы. Абай көркемдік таным, сезіммен бірге ақыл иесінің дүние құбылысын бағалау, саралау қабілетін қамтыған. Ақын өміріндегі табиғаттағы көркемдікті өте нәзік сезініп, шебер бейнелеп айта білген. Жазғы тұру өлеңінде, анамыздай жер үйіп емізгенде, бейне әкеңдей үстіңде аспан төнер деген өлең жолдарында жерді мейірімді анаға, аспанды қамқор әкеге теңейді. Осында ана мен
әкедей мейірім төгіп тұрған табиғатқа біздің көзқарасымыз қандай? Сол мейіріммен жауап бере аламыз ба? Жауап беріп жүрміз бе? Абай табиғат құбылыстарын күнделікті өмірмен, адамдардың күн көрісімен, іс-әрекетімен және өз көңіл күйімен салыстыра отырып, жылдың 4 мезгілін суреттейді. Осындай ерекше табиғатты қорғау, аялау, ол адамзаттың басты парызы. Эстетикалық және дене шынықтыру тәрбиесі туралы Абай не дейді? Тәні саудың жаны сау, жаны саудың жүрегі сау, еңсесі биік. Тән мен жан тазалығы, саулығы адамның өсуі мен тұлға ретінде жетілуінің кепілі. Тұлғаның ішкі және сыртқы жан сұлулығының үйлесімі оның мінез көркемдігін, өзіндік менін тәрбиелеп, ойлау, пайымдау қабілетін арттыра түседі. Абай шығармасынан әсемдікке, сұлулыққа, дене сұлулығы мен тән сұлулығына деген эстетикалық тілек талап-талғамды айқын аңғаруға болады. Білектей арқасында өрген бұрын, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын, әмшат көріп, ақ тамақ қара қасты, сұлу қыздың көріктің мұндай түрінде. Әдемілік пен сұлулықты паш етеді. Адамның жүрісімен, сыртқы келбетінен бастап, ішкі жан дүниесінің, жан сарайының сұлулығы мен үйлесіміне назар аудартады. Жан сарайы сұлу адамның көңілі үнемі жақсы әуенмен үндесіп тұрады. Жақсы әнмен тәтті күйдің құдіретті үні адамға қуаныш үстінде де, қайғы үстінде де, еңбекте де, жұмыста да жүрек жұбанышы, көңіл серігі. Ақын туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер ойнына кіреді, өмірдегі қызығың бәр өлеңмен. Ойлансаңшы, бос қақпай, елең-селең деген өлең шумағындағы өлең құдіретіне деген, оның көпшілік қалың қауымға игі ықпалы қадір қасиет айтылады. Ақынның құнарлы көкірек толғаулары оқырманына ой салады. Адамдардың ғұмыр қарекеті, бүкіл мән мағынасы, салт санасы, әдет ғұрпы арқылы ең негізгі мәселелерге ден қойдырып, жөн сілтемек. Өлең мен дүниеге келіп, өлең мен дүниеден өтер аралықтағы өмір ерекше мән береді. Өмірдің мәні де сол аралықта. Адамның бойындағы күш-жігер, жастық жалын, қайрат қажыр бойда болған кезде не тындырдық, не жоспарладық, неге қол жеткіздік деп таразылай білуіміз керек. Абай құқықтық тәрбие туралы. Абай өлеңдерінде қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздікті реалистік шеберлікпен көрсете біледі. Қыран бүркіт не алмайды салса баптап, жұрт жүр ғой күйкен таймен қарға сақтап. Қыран шықса қияға жібереді, оларда екі құсын екі жақтап. Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан, күйкен тай үстінде шықылықтап. Түні бойы күпілдер құсын мақтап. Басқа сая, жанғылжа, әнеме жоқ. Қайран ел осынымен жүрдалақтап. Немесе Абайдың 41-ші сөзінде: қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек зор үкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Екіншісі, ол адам есепсіз бай боларға керек. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтімен біткен надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбыңы бар ма, ұшпышы бар ма, көңілдегі бар ма, үрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң, өр тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көз алаңдап тұрады. Енді не қылық, не болдық деп баланың жеке тұлғасын қалыптастырып, олардың бойына жоғарғы идеялық көзқарас қалыптастыру күндейді. Тыңдамайтын, не көңілі, не көзі алаңдап отыратын ұрпаққа Абай да алаңдаған. Бүгінгі таңда мемлекетімізде жастарға құқықтық тәрбие беру ісінде үнемі назарда алып келеді. Жетілген, толысқан, білімді ұрпақ мемлекетіміздің тірегі. Абай, адам адамнан ақыл, білім, мінез деген нәрсемен озбақ, ал қалғанымен оздым деу, бұл сәурешілік деген. Олай болса, ойы ұшқыр, ақылды,
білімді, рухани толысқан ұрпақ тәрбиелеуде абай шығармасының мәні зор. Абай шығармасы оқушылардың білімнің шыңына, тәрбиенің нұрына бөле білейік. Абай шығармасы арқылы жанымызды нұрландыра білейік, ағайын.